амансыздар ма балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Енді қазір бізде Қазақстан тарихы пәні балалар. Үйге қандай тапсырма болды екен? Есімізге түсіреміз. Айымгүл айта ғой. 1920-1930 жылдардағы Сталиндік репрессия. Өте жақсы отырады. Жақсы, Сталиндік репрессия дегеніміз не екен? Қазір үй тапсырмасын пысықтау үшін азғантай тақтаға көңіл бөлеміз, ақиқат жалған кестесімен жұмыс жасайық. Бірінші сұрақ, Түрксіб темір жолы 1931 жылы пайдалануға берілді. Ақиқат дұрыс, жақсы. Екінші, ұжымдастыру партияның 14-ші съезінде қабылданды. Бесеудің хаты Сталинге жазылған еді. 1937-38 жылдар репрессия жылдары деп аталды. Жақсы, кейбіреуіміз сырттан түсінбей қалғанымыз болған екен. Енді осы репрессия туралы біз өткен сабақта балдар оқыдық. Енді жалпы өздеріңіз ойлаңыздар, осы репрессияға ұшыраған қандай ақын жазушылар болсын, қоғам қайраткерлері болсын, тарихшылар болсын, кімдерді білесіңдер балалар? Мағжан Жұмабаев, Еңбек Майлин, сосын Қален Досмұхамбетов, Әлихан Бөкейхан, Ілияс Жансүгіров, Тұрар Рысқұлов, Сәкен Сейфуллин. Жақсы. Енді осы бүгінгі біздің тақырыбымыз не туралы болуы деп мүмкін деп ойлайсыздар? Жақсы. Онда экранға назар аударайық. Біздер енді келесі тақырыптың не екенін өздеріңіз мүмкін көрген де боларсыздар. Біздің балалар бүгінгі өтетін тақырыбымыз Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы. Күннің жарысын жазып, дәптерлеріңізге жазып аламыз. Бүгінгі күннің тақырыбын жазып алса, енді сабақтың мақсатына назар аударамыз. Бүгінгі Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы болса тақырыбымыз оқу мақсаты Ахмет Байтұрсыновты қазақ тіл білімінің негізін салушы, қоғам қайраткері ретінде бағалау. Бағалау критерийлері Ахмет Байтұрсынұлы тұлғасының қалыптасу жолын анықтайды. Екінші, Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тіл білімінің негізін салушы, қоғам қайраткері ретінде баға береді. Осы мақсатпен жұмыс жасаймыз. Жалпы жаңа өздеріңіз айттыңдар, репрессияға ұшыраған біздің ақын жазушыларымыз, қоғам қайраткерлеріміз өте көп. Солардың бірі сіздерге әдебиет пәнінде таныс қазақтың 5 арысы. Шәкәрім Құдайбердіұлы, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев және Ахмет Байтұрсынұлы. Бесеуі де елдің мұңын жырлап, халықты ағартушылыққа бет бұруды көздеген азаматтар. Ахмет Байтұрсынұлы кім? Ақын, аудармашы, педагог, қоғам қайраткері, әдебиеттанушы, тілші, ғалым. Енді біз Ахмет Байтұрсынұлының кім екенін білдік, бұрыннан да білеміз. Ахмет Байтұрсынұлы тұлғасының қалыптасуы қалай қалыптасты? Қазақ әдебиеті мен өнерінің көрнекті өкілі, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы Торғай облысында, Торғай уезінің Сарытбек деген жерінде дүниеге келген. Ауыл мектебінде оқыды, сауатын ашты, кейіннен Торғайдағы 2 сыныптық мектепті Орыс-Қазақ училищесінде оқыды. 1895 жылы Орынбордағы мұғалімдер мектебін бітірді. Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездерінің мектептерінде, Орыс-Қазақ училищелерінде мұғалімдік қызмет атқарды. Мына картаға назар аударсақ, осы жерде мысалы Ахмет Байтұрсынұлының қай жерлерде қызмет атқарғанын сіздерге көрсетіп кетейін. Жаңа айттық, Ақтөбе дедік, бұл біздің
Батыс Қазақстан, Орынбор генерал губернаторлығына қараған Ақтөбе, сосын Қарқаралы, Қостанай жерлерінде біздің Ахмет Байтұрсынұлы еңбек еткен екен, мұғалімдік қызмет атқарған екен. Енді Ахмет Байтұрсынұлы Алаш қозғалысында күрестің алғышарында жүріп, Алашорда үкіметін құруға белсене атсалысты. 1913-1918 жылдары Қазақ газетін құрушы және оның редакторы болып қызмет етті. Мысалы, Қазақ газеті дейміз. Мысалы, біздің жерімізде қазір қандай газет бар балдар? Мысалы, ауданды, облысы қандай газеттерді білесіздер? Мақат тынысы, сосын Атырау, дұрыс айтасыздар, кішкене даусымыз шығарып қатты айтамыз. Әдеби қазақ тілінің қалыптасуында Ахмет Байтұрсынұлының рөлі өте зор. Қазақ АКС құрылғаннан кейін 1920-21 жылы халық ағарту комиссары болды. 1922-25 жылы Қазақ АКС халық ағарту комиссарының ғылыми әдеби комиссиясын басқарды. 1920-28 жылдары халық ағарту институттарында қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет тарихынан сабақ берді. Міне, осылай оның тұлғалық қасиеттері қалыптасты. Енді қазір оқушылар, біз осы мақсатқа жету үшін, Ахмет Байтұрсынұлының ұлт ұстазы екеуін анықтау үшін, тағы басқа мақсатымызға жету үшін біздер жұптық жұмыстар атқарамыз сыныпта. Міне сіздердің алдарында бар жұптық жұмыс, сәйкестендіру кестесі, хронологиялық кесте, ашық тесті құрастыру, екі түрлі күнделік, кластер құрастыру және Ахмет Байтұрсынұлының ұлт үшін жасаған еңбегі мен қызмет туралы әңгімелеу. Сіздердің алдарыңызға маркерлер, қағаздар қойдым. Осыған әрқайсысы өздерің отырған жұптарыңызбен жұмыс жасауға кірісеміз. Келесі топшыға қоямыз. Педагог, қайсыңыз тезірек? Біздің тапсырмамыз екі жақты күндері. Біріншісі мәтіннен ұнады. Ахмет Байтұрсынұлы. Екі жақты күнделік, мәтіннен не ұнады? Бұл топқа да екі жақты күнделік түсті. Белгілі тілші, ғалым, ақын, ағартушы, әдебиеттанушы, педагог және қоғам қайраткері. Қарқаралы петиция авторлық және Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің құрушылардың бірі. Не себептен ұнады? Ахмет Байтұрсынұлы Алаш партиясының сірес қосқан қазақ және де қоғам қайраткері. Сұрақ бар ма? Сұрақ қоямыз. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ па не? Сұрақ жоқ па? Ал әлбені қоямыз. Ахмет Байтұрсынұлы қай жылы туылды? Қай жылы дүниеге келді дейді? Ахмет Байтұрсынұлы 1870 жылы дүниеге келді. 1873 жылы дүниеге келді. Отырағандар жақсы, рахмет. Келесі топ. Келе ғой, Назеркүл. Назеркүл оқисың ба? Қаттырақ, анық қылып оқимыз. Біздің тапсырмамыз ашық тест. Қолыңа оқиғы. Қайсы болса, қолыңа оқиғы. 1929 жылы 2 маусымда Алматыда тұтқындалып, Мәскеудегі Бутырка түрмесіне жіберілді. Бір жылдан соң қазақ даласында көтеріліске дайындар деген айып тағылып, ату жазасына кесілді. Бұл шешім бірнеше рет өзгеріске ұшырады. 1931 жылы ақпанда ату жазасы 10 жылға лагерьге ауыстырылды. Алайда 1938 жылы қайта тұтқындалып, ату жазасына кетілді. 1938 жылы 8 желтоқсанда үкім орындалды. 1938 жыл, бұл енді жаңа ашық тестіде Ахмет Байтұрсынұлы тұрған қойылған не ғой? Күреміз. Отырайық. Жақсы, рахмет. Келесі келе қойымдар әдейміз. Ахмет Байтұрсынұлы ағартушы, аудармашы, қоғам қайраткері, дана, ақын, репрессия құрбаны, түркітанушы, зерттеуші, ұстаз, ғалым, көсемсөзші, педагог. Жақсы. Ахмет Байтұрсынұлының қызметі шығармашылығы туралы. Біздің тапсырмамыз Ахмет Байтұрсынұлының ұлт үшін жасаған еңбегі. Ақтөбе, Қостанай және Қарқаралы уездерінде оқытушы қызметін атқарды.
Ахмет Байтұрсынұлы Қазақстан тарихында аса көрнекті саясаткер ретінде орын алады. Қарқаралы петициясы авторларының және Алаш партиясы мен Алашорда үкіметі құрушылардың бірі. Ахмет Байтұрсынұлы тұңғыш қазақ әліпбиінің авторы. Ғалым қызметіне Байтұрсынұлы әліпбиі деп аталған жаңа қазақ жазуы өз уақытында барлық түркі тілдес халықтарға үлгі болды. Оның жасаған жазу жүйесіне қазақтарды сауатсыздықтан жоюды, жазу мәдениетін арттыруға мүмкіндік берді. Сұрақ бар ма? Неге сұрақ бермейміз ол? Сұрақ жоқ ешқандай? Жақсы, отырамыз. Енді соңғы топ қалды. Бір жерде айта қойға тағы қайтып жатса, екеуміз сәйкестендіру тапсырмасы. 1922-1925 Нені сәйкестендіру де соны айта қойыңыз. Ахмет Байтұрсынұлының шығармалары 1922-1925 жылдары Байтұрсынов қазақ актісі халық ағарту комиссариатының ғылыми әдеби комиссиясын басқарды. 1920-1921 жылдары халық ағарту комиссары болды. 1920-1928 жылдары халық ағарту институттарында қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет тарихынан сабақ берді. 1917 жылы партия бағдарламасын әзірледі. Сұрақ бар ма? Алып қоя ғой. Ахмет Байтұрсынұлының әліпбиінде қанша әріп болды? 26 әліпби болды. 26 әріп және бір белгі. Тақсырақ айтамыз, бір белгі болған екен. Жақсы, отырамыз. Оқушылар, жақсы, біз жаңа жұптық жұмыс жасап, Ахмет Байтұрсынұлы туралы мәліметтерді бердіңіздер. Бүгінгі тақырыпты сіздер жақсы түсіндіңіздер деп ойлаймын. Сіздер сәйкестендіру, хронологиялық кесте, ашық тест тапсырмасы, екі түрлі күнделік, кластер құрастырдыңыздар. Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынұлының ұлт үшін жасаған еңбегі, қызметі туралы мәлімет бердіңіздер. Енді жалпы Ахмет Байтұрсынұлы туралы сіздер қазақ әдебиеті пәнінен де білесіздер оқушылар. Жаңа өздеріңіз оқулықтан таныстыңыздар. Төте жазу арқылы әліпби құрастырды. Көптен біздің мектептер, Қазақстандағы мектептер әліпби оқыған жоқ еді, 5-6 жыл болды. Міне, биылғы оқу жылында, осы 21-22 оқу жылынан бастап, осы Ахмет Байтұрсынұлының әліпбиі негізінде жасалған әліпби оқулығы 1-ші сыныпқа келгенін біз білеміз. Ахмет Байтұрсынұлы тек қана ақын емес, тілші екен. Сонымен қатар әдебиеттанушы, аудармашы, педагог, қоғам қайраткерлері, Алашорда үкіметінің мүшелері, Алаш партиясын құрушылардың бірі, қазақ жерінде Қазақ газетінің редакторы болып 1913-18 жылдардың арасында жұмыс жасады Қазақ газеті. Ахмет Байтұрсынұлы туралы биыл жақында Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы деген қазақ фильм арнайы кино шығарды. Соны сіздерге көруге ұсыныс беремін. Соны қараңыздар. Өте жақсы тарихи кино. Енді қазір оқушылар, біз осы бүгінгі сабақтан не түсінгенімізді білу үшін смартфондарымызды қосамыз, QS бағдарламасы арқылы қазір біз тесті орындаймыз. Әрқайсымызды қалай орындап жатырғанымыз экраннан көрініп тұрады. Мен қазірге сілтіп жіберемін. Қосылды ма интернеттеріңіз қалдар? Ссылкаларыңызды? Нашли? Онда мен қайтадан ссылка жібере қояйын. Жақсы оқушылар, бүгінгі алған білімдерімізді біз QS бағдарламасы арқылы тесті орындадық.
Әрине, қазір асығыс болғасын, әлі де біз Ахмет Байтұрсынұлы туралы мәліметке толық қанық емеспіз, сондықтан да тағы да оқисыздар қосымша. Яғни бүгінгі алғанда міне қарап отырсақ, біршама түсінгенсіздер, кейбіреулеріңіз әлі түсінбей жатыр екенсіздер. Енді балдар, бүгінгі тапсырманы сабағымызды аяқтай келе, үйге тапсырма осы Ахмет Байтұрсынұлы тақырыбын аламыз, және қазақ әліпбиі деген эссе жазып келеміз. Енді осы бүгінгі сабақтар кім не түсінді? Мына қолдарыңызға қазір стикер аласыздар мына жерден, содан кейін келіп тапсырманы орындай алсақ, міне орындай алдық деп мына жерге жазамыз. Тапсырманы орындауда қиналған болсаңдар мына белгіге мынау тапсырманы орындай алмадық деп ренжісеңдер, осы тақтаға келіп белгілейміз. Ал келеміз. Өздері қалай шешкен қалдар ма? Жазбаймыз ішінде, жазбаймыз. Шектерге қоямыз. Бәрі бір емес, әртүрлі түске ала бердік. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабаққа жақсы қатысып отырдыңыздар, бар мүмкіндіктерінде, бірақ та мына әлі де сабаққа толық қатысу керек. Бүгінгі сабақта жақсы қатысып отырған Айымгүлге, Азаматқа, Тұрсынбекке, Амангүлге, Альбинаға, Амандыққа, Айболға, Назеркеге, Мейіржанға, сонда бәріне баға 9 балл, 8 балл, 7 балл деген бағаларды бағалаймын. Жақсы, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы түсінікті ғой. Эссе жазып келеміз және тақырыпты оқып келеміз.